Сәлем достар, сіздермен бірге қызықты фильм арнасы. Бүгін тыныштық деп аталатын американдық фильмге обзор жасайтын боламыз. Барлық киноны қысқа мерзім ішінде мазмұнын түсініп алғыңыз келсе, соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Мэдди Янг есімді табысты жас жазушы. Ол сәтсіз операция салдарынан 13 жасында есту және сөйлеу қабілетінен айырылған. Ол жігітімен жанжалдасып, бір жылдан бері ормандағы саяжайда тұрып жатыр. Бір күні кешке Мэдди кешкі ас әзірлеп жатқанда көршісі Сара оған келеді. Сара кітапты аяқтағанын және оның алған әсерімен бөлісіп жатады. Сол сәтте үйіндегі сигнализация қосылып, Мэддидің тамағы күйіп кетеді. Сол сәтте Сара Мэддиді үйіне тамаққа шақырады, бірақ Мэдди бармайтынын айтады. Сосын қараңғы түсіп кеткен соң Сара үйіне кетеді. Алайда біраз уақыт өтпей Мэдди үй жұмыстарын жасап жатқанда Сара жүгіріп келеді. Алайда есікті аша алмайды. Қанша қақса да Мэдди оған қарамайды, себебі Мэддидің құлағы естімейді. Сараны арбалетпен атып қалады. Маньяк сол сәтте Мэддидің естімейтінін біледі және Сараны жай жылдамдықпен алып кетеді. Мэдди компьютерде отырғанда маньяк жасырын түрде оның ұялы телефонын алады. Сол сәтте оның әпкесі үйде біреудің жүргенін айтады, бірақ Мэдди ол жай ғана мысық деп тыныштандырады. Сосын ол мысығына тамағын беріп, қайта ноутбукпен жұмыс жасап отырғанда, маньяк Мэддиді суретке түсіріп, оны ноутбук арқылы жібереді. Оның артынан аңдып жатқанын түсінген Мэдди есіктің сыртында күліп тұрған бетперде киген адамды байқап, барлық есіктер мен терезелерді жауып тастайды. Ол интернет арқылы көмек сұрағысы келеді, алайда маньяк үйдегі электр қуаты және Wi-Fi желілерін өшіріп тастайды. Сондай-ақ ауладағы көліктің дөңгелегін пышақпен тесіп өтеді. Қорыққан Мэдди әйнек есікке ерін талабымен ешкімге айтпайтынын және шабуылшының бетін көрмегенін жазады. Ол бетпердесін шешіп, өзі өлгісі келгенде кіріп, оны өлтіретінін айтады. Мэдди осы кезде қатты қорқып, оның тек қана бірақ амалы қалғанын түсінеді, яғни қашу. Содан Сара үйге маньяк кіре алмайтындай есіктерді, терезелердің барлығын жауып тастайды. Кейінірек ол Сараның мәйітін алып, бөлменің терезесіне келеді де Сараның қолымен әйнекті түртеді. Сол сәтте Мэдди қатты шокқа түседі, алайда ол бар күш-жігерін жинап құтылу жолын іздейді. Мэдди үреймен үйді аралап жүр. Содан кейін ол Сараның ұялы телефоны болу керек есіне алады. Және маньяктың басқа жаққа көңілін аудару үшін Мэдди көлігінің сигнализациясын қосады және өзі Сараға қарай жүгіреді. Терезені ашып, телефон алуға тырысады, бірақ ол ойы іске аспайды. Сол сәтте маньяк қашып бара жатқан Мэддидің қолын тереземен жауып қалады. Біраз уақыттан кейін Мэдди үйден шығып орманға жүгіргісі келеді. Алайда маньяк оған оқ атқаннан кейін ол қайта үйге кіреді. Кейін шатырдың төбесіне шығып, маньяктың көңілін аудару үшін фонарды лақтырып жібереді. Бірақ өлтіруші оған оқ атып, оның аяғын жарақаттайды. Қатты аурудан әрең шыдаған Мэдди қансырап үйге қайта кіреді. Осы сәтте Мэдди қайта жүгіре алмайтынын біледі және аурудан әрең шыдайды. Және ол маньяктың арбалетін алып алады. Ол аяғын қысып байлап, ол әрі қарай өзінің жүгіре алмайтынын сезеді. Осы сәтте Сараның жігіті Джон келіп қалады. Ол Сараны іздеп жүретін болады, бірақ маньяк оны көріп, өзін полицей ретінде таныстырады. Одан күмәнданған Джон бір-екі сұрақ алғысы келеді және оның қолынан Сараның сырғасы түсіп қалады. Ол барлығынан күдіктеніп, маньякты ұрмақшы болады. Дегенмен бірінші маньяк Джонның тамағын тесіп жібереді. Соңғы күшімен Джон өлтірушімен күреседі, бірақ Джон қан жоғалтудан өледі. Кейіннен ол жай ғана Мэддидің ойы болып шығады, яғни оны ойлап жатады. Бар күш-жігерін жинаған Мэдди маньяктың иығынан арбалетпен атып жібереді. Сол сәтте Мэддидің қолын маньяк қысып қатты ауыртады, яғни оның ауруын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осы сәтте қатты ашуланған маньяк терезені сындырмақшы болады. Осы сәтте ноутбугын алған Мэдди өзінің әке-шешесіне және бауырларына соңғы хатын жолдайды және маньяктың түрі қандай екендігін жазып қалдырады. Ол басқа бөлмеге барып тығылып отырады.
алайда маньяк оның артында тұрады. Осы сәтте Мэдди пышақ тығып алады және ол келген кезде көзіне жәндіктер спрейін шашып жарықты қосады. Қатты ашуланған маньяк Мэддиді тұншықтырады, бірақ Мэддидің қолына штопор ұстап, оның мойнына тығып алады. Сол сәтте маньяктың қалтасынан телефонды алып 911-ге хабарласады және ол полицейді жымиып күтіп отырады. Достар, осы секілді видеоның шыққанын қаласаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.